таратты кеп бір жас қыздың кескінін. Тәңіріме жоқ, өзімізбе кінәлі. Неге тағдыр бізді сонша сынады? Ең бастысы уақыт кетті зымырап, өмір өзі 5-ақ күннен тұрады. Адамдардың түк мейірі қалмаған. Мен аң-таңмын, жағам тұстайым, таң қалам. Айналамның бәрі үрей, қорқыныш. Вирустан ба? Сөйлемейді жанға жан. Малшың анау көшіре алмай мал жанын, қарастында қалып өлген малдарын, бәлен 100 жыл шаруашының көрмеппін малын жанын көшіре алмай қалғанын. Не болады ағайындар алда күн? Табиғаттан көремізге апатты. Қолдан жасап алмадық па жандарым? Үрім жана отқа күйді 10 адам, бар адамды басты кене таңға мұң, есік ашық тұрған есіктен неге қашып сауғаламайды жандарын? Өздерінен көрдік өліп қалғанын, табиғатпен қатысы жоқ апаттар қолдан жасап алмадық па жандарым? Ойланайық, азды көпті жайланып, енді талқы жасайықшы ойланып, адамдарды қолдан апат жасайды деп сенді ме? Біткен аң құс қораны жырайланып, әлде бізге ақыр заман төнді ме? Жер бетіне бәле қалды байланып. Ол аз дегендей, өшінде бірнеше кескіндер тарады. Бірнеше қыз бірін-бірі сабаған. Көргеніміз осы озық санадан, тағы бір қыз өз қандасын апарып басқаларға тәнін сат деп қамаған, ашық-шашық киме десем маған кеп қарсы шығып, сөздің оғын қадаған не боп барады, не боп кетті заманаң? Шындық айтсаң, шымбайына тигендер алады кеп жағадан, қырығында қыз іздеген қылпылдап, иман кеткен аға тұтқан ағадан, интернетте апайлар мен әпкелер аузын бұзып аумайды иттен қабаған. Не боп кетті, не боп барады заманаң? Тағы біреу, ол ер адам. Сол туралы естідім. Отырып ап үй чатында кешқұрым абайсызда омырауы көрінген таратты кеп бір жас қыздың кескінін әділеттің биігінде тұрмын деп өзін өзі деп ойлайды естімін. Сол кескіні тарап жатқан бейгүні ару қайтып өткістеді. Енді қалған 5 күнін. Сол арудан мен кешірім сұраймын, кешір бізді. Есі кеткен біз еркекті кешкінім. Шын айтам, қарындастың ғой, оны қайтып қиып, абайсызда болған дүниені қайтып қиып таратасыңдар, сорлы вирус. Ел сені тез кетсеңдер. Қақарлы қыз, бізден кетші, көктем кел, жерге бөліп, іле жақтың ақынын көбеюде тілге тие кеткендер. Ал іле жақ түк жетісіп тұрған жоқ. Карантиннан көп көз жұмып кеткендер. Тисе бердіңдер бізге. Апат мынау кетпес елдің есінен. Келем елдің уайым басқан көшімен. Әккі вирус, қатал вирус, пас вирус, кетші бізден өтінем. Тағдыр енді жоғынан болсын сынамақ. Тұрғаным жоқ, мен ешкімді кінәлап, вирус сенен қатты қорқып, бәріміз ешбір шара қыла алмадық тұрағап, енді бізге сенен қорқып жыламақ, бір-бірінен үріккен аңша адамдар ешбір шара таппағаны біраз. Адамдардың бұйырсы екен барбағын, мынау аршын шын ашынып салған үн, барған сайын асып кеттік әлден біз. Ал ағайын, бекен болсын талғамың, апат мүлде табиғи болып жатқан жоқ. Үрей басқан адамдардың жан-жағын, ал вирусқа қарсы күрес қып жатқан кісілерге кінәртпайық жандарым. Ескерейік, доқтыр, сақшы, ерікті бәрінің де қайта алмай үйіне бұл вируспен қарсы жалғыз қалғанын ойланайық, түсінейік ағайын. Ол жандардың мойнындағы салмағын бәрін айтта, бірін айтсақ ағайын, қорқайықшы, сақтанайық жандарым. Көп рахмет, аққалатты дәрігер, еріктілер елғамы деп әбігер. Шүпірекке түйген асыл жандарын шептегенің бағалайды бәрінен. Қиындықтар жеңеміз көп әлі де. Сабыр керек, сабыр айтам бәріңе. Ешкімнің де жазығы жоқ ағайын. Теңшеп жатыр. Теңшеледі бәрі де, теңшеледі. Бәрі әлі де.